Сәлеметсіздер ме? Менің неврология 2 минутта каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен жүйке жүйесінің жіктелу туралы айтатын боламын. Жүйке жүйесі, нерв жүйесі екі негізгі бөлімнен тұрады. Олар орталық жүйке жүйесі және перифериялық шеткі жүйке жүйесі деп аталады. Орталық жүйке жүйесі ми мен жұлыннан тұрады. Шеткі жүйке жүйесі барлық денеге таралған нерв талшықтарынан тұрады. Оның өзі, шеткі жүйке жүйесінің өзі екі негізге топқа бөлінеді. Біріншісі соматикалық жүйке жүйесі. Сезімтал импульстерді денеден орталық жүйке жүйесіне, яғни ми мен жұлынға жеткізетін және қозғалысты сигналдарды орталық жүйке жүйесінен мидан және жұлыннан сүйек бұлшықеттеріне жеткізеді. Соматикалық жүйке жүйесі ерікті қимылдарымен байланысты. Мысалы, сіз осы видеоны басып қостыңыз. Яғни саусақпен видеоны қосу сигналы мидан саусаққа соматикалық жүйке жүйесі арқылы барады. Енді екінші түрі бұл шеткі жүйке жүйесінің перифериялық жүйке жүйесінің екінші түрі бұл автономды немесе вегетативті деп аталады. Яғни автономды жүйке жүйесі бұл еріксіз адамға еркіне бағынбайтын қимылдармен жүзеге асырылады. Мысалы, бұл ағзаның ішкі ортасындағы, яғни мүшелерді келетін әртүрлі сигналдар. Олар ағзаның ішкі ортасын реттеуге қатысады сонда бұл жүйке жүйесі. Сигналды ішкі ағзадан, яғни мүшелерден, органдардан орталық жүйке жүйесіне жеткізеді, немесе орталық жүйке жүйесінен ішкі мүшелерге, органдарға жеткізеді. Осылайша ас қорыту, жүрек соғу сияқты қызметтерді реттейді. Бұл санадан тыс еріксіз болады. Яғни вегетативті жүйке жүйесінің өзі бұл екіге бөлінеді. Біреуі бәсеңдетіп, біреуі жоғарылатып отырады. Олар симпатика және парасимпатикалық жүйке талшықтардан тұрады. Симпатикалық жүйке жүйесі бұл энергетикалық ресурстарды ынталандырумен сипатталса, ал парасимпатикалық жүйке жүйесі энергияны сақтауға әсер етеді. Мысал келтіріп отырайық осы парасимпатика мен симпатикалық жүйке жүйесіне. Мысалы, қорқынышты жағдай делік. Яғни сіз көшеден қабаған итті көріп қорықтыңыз. Осы кезде симпатикалық жүйке жүйесі іске қосылады. Яғни бұл кезде сізде қалай болады? Жүрек соғысы жиілеп кетеді. Яғни жүрек соғуыңыз жоғарылайды. Қан қысымыңыз бірден жоғарылайды. Яғни қорыққаннан тері бөліне бастайды. Яғни тер бездері ынталанып, тері бөліну жоғарылайды. Яғни бұл симпатикалық жүйке жүйесінің ынталануымен болады. Ал енді сіз демалып жатсыз, үйде жайбарақат, ештеңеден қорықпайсыз, алаңсыз тамақтанып жатсыз. Бұл жағдайда парасимпатикалық жүйке жүйесі іске қосылады. Яғни ас қорытуды ынталандырады, сілекей бөлінуін жоғарылатады, жүрек соғуы бәсеңдейді. Яғни сізде жүрек соғуы бәсең, ештеңеден қорықпайсыз. Яғни осы функцияларына қарай симпатикалық жүйке жүйесі, яғни күресу және қашумен сипатталатын болса, парасимпатикалық жүйке жүйесі демалу және ас қорытумен сипатталады.